Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі тақырып памперстің, қазіргі өте актуальный тақырып, памперстің балаға зияны бар ма, жоқ па? Өте көп осындай сұрақтар қойып жатады ата-аналар. Памперсті қазір кимейтін бала жоқ шығар, енді кигізбейтін ата-ана жоқ шығар қазір. Балалардың бәріне енді жеңілдіктерді қолдану керек, әрине. Медицинада болсын, күнделікті тұрмыста болсын, памперс әрине қазіргі аналарға өте жеңілдік жасайды. Бұрынғыдай подгузник жуып, көрпеге сиеп, көрпелердің бәрі мынандай сапсар доп-домалақ болып тұрмайды. Қазір памперс кигізеді, лақтыра салады, өте жақсы. Гигиеналық жақтан да, жаңағы суық тимеу жағынан да жақсы, бірақ деген нәрсе бар. Ол памперс киген кезде ол жұмыртқаға ыстық береді, температурасын көтереді. Біз білеміз, жұмыртқа бізде төмен температурада, яғни дене температурасынан 2-3 градус температурада жұмыс жасайды, жақсы жұмыс жасайды. Енді памперсті бізде қай кездерде кигізеді? Памперсті ол кішкентай кезінде 2 жасқа дейін кигізсе болады. Неге 2 жасқа дейін? Крипторхизм операциясында мен айтып жатырмын да, 2 жасқа дейін жүрсе болады, 2 жастан кейін жасату керек. Памперсті да тура солай 2 жасқа дейін деп айтып жатырмын. Неге 2 жас? Себебі 2 жастан кейін уже ұрық шығатын жасушалар, ұрықты шығаратын жасушалар, сперматогенезді өндіретін жасушалар дами бастайды уже. Сперманы шығармайды ол кезде, бірақ сол шығаратын жасушалар бар ғой, клеткалар бар, клетки Сертоли деген сияқты, клетки Лейдига деген сияқты клеткалар бар. Сол клеткалар дами бастайды сол 2 жастан бастап. Олар сразу бір күнде келе сап дамып кетпейді ғой. Олар сол жақта именно 2 жастан бастап дами бастайды. Қаншалықты ұзақ уақыт сіз памперс кигізсеңіз, соншалықты ол памперс сол жұмыртқаға воздействие, жаңағы өзін несін зиянын тигізеді да, соншалықты жаңағы жасушалардың дамуы нашар болады. Дұрыс жетіліп, дұрыс өз деңгейінде дамымайды, и ол ертең бала көтертуге кері әсерін беруі мүмкін. Мысалы, егер сіз 5 жасқа дейін кигізсеңіз, памперсті әрине ол өзінің әсерін бермей қоймайды. Сол үшін максимально памперсті 2 жастан асырмаған дұрыс. Чем раньше үйретсеңіздер, тем лучше. Кейбір аналар келіп жатады, мен уже 1 жасымда үйретіп қойған балама, тосам, өзі кіші дәретке барады деген сияқты, онда тіпті жақсы. Мысалы, кейбіреулер күндіз кигізбейді, түнде ұйықтаған кезде кигізуі мүмкін. Ол да болса да жақсы, өйткені күнде 24 сағат киіп жүрген жоқ памперсті, уақытын азайтып кигізіп жатыр. Енді кішкентай балаларға бұрын памперс кигізбеген кезде суық тиіп қалуы мүмкін, түнде ұйықтап қалып, кіші дәретке жіберіп қойған кезде сонымен жатып қалып, суық тиіп қалып, жаңағы кіші дәретін ұстай алмай қалып жататын кездер болады. Ол аурулардан, конечно, біз қазір өттік, бірақ бұл кезде басқа ауруларға шығуына әсер етуі мүмкін. Енді қазір урологтар неше түрлі айтып жатыр, памперс зиян, қазір оның көре бастаймыз біз, өйткені бізге памперс қай жылдары келді? 98 жылдары келді ма? Неге Қазақстанға? Сол балалар қазір уже 20-25 жасар балалар болып жатыр. Ұрықтың сапасы қазір төмендеп жатыр деп айтып жатыр. Негізі сөздерінің жаны бар. Ұрықтың сапасы қазір төмендеп жатыр, бұрынғыға қарағанда өте қатты төмендеп жатыр. Оның ішінде ол памперстің әсері де болуы мүмкін. Бірақ тек қана памперстің өзі ғана емес, басқа да кері әсер беретін факторлар өте көп қазір кезде. Соның ішінде біздің жаңағы ішіп жеп жатқан колаларымыз. Елестетіңіздер, балаңыздың туған күнін жасайын деп жатсыз, дастарханға не қойдыңыз? Кола, фанта, спрайт, торт, пицца, чипсы, жаңағы картофель фри, бәрі зиянды нәрселер. Олардың бәрі әсер етпей қоймайды. Олар да бағанағы ұрықтың, қазіргі кездегі біздің жігіттердің ұрығының төмендеп жатқанына өзінің үлесін қосып жатуы мүмкін. Қайсысы қосты, оны біз айта алмаймыз. Әр қайсысы бүйтіп өздерінің үлестерін қосып жатыр. Мысалы, 10 ортада ұрықты қойып қойды, 10 нәрсе келіп соған әсер етіп жатыр. Мысалы, бір адамға 10 адам жабылған жақсы ма, или бір адаммен төбелесіп
ұрып или қашып кетіп құтылған жақсы ма? 10 адам мен төбелессе, ол однозначно ол тірі қалмау вероятность жоғары болады да. Ал сол сияқты 10 әсер болса, біреу памперс, кола, фанта, там сондай сияқты әсерлерді көп неғұрлым көп болған сайын, соғұрлым ұрық шығаратын жасушаларына кері әсерін тигізетіні анық. Сол үшін қазірден балаларыңызды күтіңіздер, пайдалы тағамдармен тамақтандыруға тырысыңыздар, зерттеңіздер, қандай тамақтың зияны бар, қандай тағамның пайдасы бар. Мынау пастерленген сүттердің өздері, сүт деп беріп жатырмыз ғой қазір, олардың өздері зиян. Өйткені натуральный сүт ол максимум холодильникке сақтаған өзінде 5 күнге дейін жетуі мүмкін. Ал пастерленген сүт ол 1 ай 2 айға дейін тұра береді. Олардың өздері зиян. Кішкентай кезде оны сүт деп беріп жатырмыз да, оның өзі кері әсерін бермей қоймайды. Ойланыңыздар, кімді тәрбиелеп жатырмыз, ертең болашақ қалай болады, қалай тәрбиелеп жатырмыз, соның бәріне ойланып, сосын соған көңіл бөліңіздер. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.